Эгерде биз фельдшер болсак. Адам ауырып отыр. Үй таптаза бізге келмесек жинамайсыңдар да. Қай жеріңіз ауырып отыр? Жамбас. Не болды жамбасыңыз? Ағаш кіріп кетті. Ағаш аман ба? Жамбасың қатты ауырып тұр ма? Иә. Балтап кел, аяғын шолып тастайық. Не үшін дәрігер? Аяғын шолып тастаймыз да, сөйтіп аяғыңды ойлап жамбасың ауырған ұмытып кетесің. Маған бір табан, тура бір аналардың табаны сияқты. Неге? Кілт жатыр ғой. Аналар деген кімдер? Даниярлар ғой. Негізі арақ ішесіз ба? Жоқ. Сіздер? Ішеміз. Бар ма? Мазам болмай құсқым келіп басым айналып. Не жеп едің кеше? Кеше пирог жеп отырып бір болайық көргенмін. Сол бір болайықтан ғой, братан. Содан ғой яғни. Пирогтан емес. Жоқ. Шымкенттегі әңгімелер. Қалай шығарасың шарикті? Аузыңды дөңгелеп қалсына. Сонда жамбасың. Бір тартқан үшін 10 темекімен бір дейді ғой, ә? Қомаш білат ол өтірік. Никотин жоқ қой мынада. Мысалы басың айналмай тартқан ғой. Темекі, арақ дегенде жоқсың ғой. Чисто кальян шегем ғой мен ше. Ондайға ақшаң жоқ па сенің? Иә, балдар дайындап келеді шегіп кетемін. Сүт құйып істеп көрдің бе? Жоқ. Сүт құйып істеп көрсең істейсіз деп отырмын. Бәрі бір емес па ана жағына байланысты? Жоқ, бәрін жоқ құйып істеп тұрмын. Бір рет тартайсыз. Как? Сендер қарамай тұрғанда жаңа ураган дегенде шығып еді. Қарап отырыңыз. Кальян деген ше бір вообще бір ілмейді екен мен ше. Сен ше? Туған мен бірақ мен бір шықсам. Туған мен. Такая лайк.